Сөз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіндегі Ауыл партиясы фракциясының жетекшісі, Конституциялық комиссия мүшесі Серік Рахметоллаұлы Егізбаевқа беріледі. Құрметті достар, бүгін біз үлкен тарихи белес алдында тұрмыз. Конституциялық комиссия жаңа конституцияны әзірлеп, оны алдағы бүкіл халықтық республикалық референдумға шығаруды ұсынды. Қысқа мерзімде ауқымды жұмыс атқарылып, әрбір бап пен норма жан жақты сараланды. Ата заң халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сай дайындалып, әр ауыл аймақтан мыңдаған ұсыныс қабылдады. Бұл қоғамның белсенділігін және билік пен қоғам арасындағы диалог мәдениетінің нығайғанының кепілі. Жаңа конституция қоғам өмірінің әлеуметтік, экономикалық және саяси аспектілерінің толық қамтыды. Мемлекет тұрақтылығы мықты экономикамен айқындалады. Оның негізін құрайтын басты факторлардың бірі табиғи байлықпен қатар ең бастысы адамның әлеуеті, адами капитал. Конституцияның басты қағидаларының бірі жер және оның қойнауы барлық табиғи ресурстар халыққа тиесілі екенін нақты бекітілді. Яғни кең байтақ жеріміз бен мол қазба байлықтарымыз еліміз үшін зор экономикалық капитал ғана емес, бұл ұлттың мұрасы. Бүгінгі реформалардың басты мақсаты халық билігін нақты күшейту, заңды құқықтар мен бостандықтарын қамтамасыз ету. Демек, табиғи ресурстарды басқару да осы демократиялық қағидаттарға сай болуы тиіс. Мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халық табысын арттыруды және өмір сүру сапасын жақсартуды басты міндет етіп қойып отыр. Ел бюджеттің басым бөлігі пайдалы қазбаларды игеруден түсетінін ескерсек, бұл сала халық мүддесіне тікелей жұмыс істеуі қажет. Сондықтан әділет үстемдік еткен қоғамда елдің байлығы халықтың игілігіне қызмет етуі тиіс. Егер табиғи ресурстар түсетін табыс ауылдарды дамытуға, инфрақұрылымды жақсартуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға, әлеуметтік қолдауға бағытталса, біз Конституция талабын орындаймыз. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды сақтап қалу мемлекеттің басты мақсаттарының бірі. Жаңа Конституция азаматтарға да үлкен міндет жүктейді. Әрбір азамат табиғатты қорғауға, табиғи байлыққа ұқыпты қарауға міндетті. Бұл бағыттағы саясаттың түпкі мәні адам